Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2025 жылы қай криптовалюталарды сатып алған жөн, сол жайлы айтатын боламын. Егер крипто қоржыныңызды 2025 жылы қалай әртараптандырсам деп ойланып жүрсеңіз, биткоин мен эвериумнен басқа да криптовалюта барын ескеріңіз. Әрине, инвесторлардың назары осы екеуіне болатыны сөзсіз. Дегенмен биыл баға өсуі мүмкін басқа да криптовалюталар бар. Олай болса 2025 жылға арналған болжамдарға шолу жасайық. Биткоин. Сөздің басым биткоиннан бастамаса болмас. 2024 жылы 43 мың доллардан бастап, бір жылда 120%-ға өскен еді. Басында хальвин болғандықтан, инвесторлар биткоинді еселеп қымбаттайды деген болжам жасаған. Бір қызығы, бір жыл ішінде бағасының құбылғаны құдды америкалық әткеншектердің тербелгеніндей әсер қалдырды. Осылай дейтін себебіміз, бастапқыда 30%-ға өсіп, кейін құлдырай жөнелді. Одан кейін бағам 50 мың мен 70 мың доллар аралығында тербелді. Сөйтіп жүргенде Дональд Трамп сайлауда жеңіске жетті де, биткоин бүкіл қарсылыққа төтеп беріп, ақыры 80 мың мен 90 мыңға бағаланды. Ал көпшілік асыға күткен 100 мың доллардан деген бағамға жеткенше бірнеше рет құлап, қайта тұрып жүрді. Осылайша ақыры желтоқсанның ортасында 108.268 болды. Ал қазір биткоинға коррекция жасалып жатыр. Бұлай құбылуы да бекер емес, өйткені жыл аяғында ұзақ мерзімді және жеке инвесторлар табысын бекітіп жатады. Сондықтан қазіргі тренд сақталуы үшін коррекция қажет болады. Әйтсе де 2025 жылы тағы да өсетін сыңайлы. Эвериум. Эвериум үшінде 2024 жылы тартысқа толы болды. Екінші орындағы криптовалютаның жылдық өсімі 50%-ды көрсетті. Былтыр жазда іске қосылған Эвериум ETF-те көп үміт артылған еді. Бірақ олардың жарты жылдай бұрын шыққан биткоин ETF-ке қарағанда қарқын әлсіз болды. Кейінірек қарашада инвесторлар Эвериум ETF-ке 3,5 миллиард доллар салғанда ғана жағдай өзгере бастады. Жалпы алғанда Эвериум блокчейнді өзінің технологиялық бәсекелестері тарапынан көп қысым көріп жатыр. Айталық, Solana мен салыстыралық Эвериум платформасының өнімдері төмен, комиссия жоғары. Десе де сарапшылар 2025 жылы бұл жоба жақсы өсім көрсетеді деген болжам жасап отыр. Dogecoin. Dogecoin бір жылда 200%-дан астам өсім көрсетті. Нарықтағы капитализация 40 миллиард доллардан асып жығылды. Тіпті ең үздік криптовалюталар тізімінде XRP-ді басып озған кездері де болды. Dogecoin'ның құны Elon Musk'ке тікелей байланысты екені белгілі. Оның тарапынан жасалған қолдау бағаға бірден әсер етеді. Сөйтіп жүргенде былтыр жыл соңында Маск ақш үкіметіне қарасты мемлекеттік басқару тиімділігі департаментіне қызметке тағайындалды. Демек, Elon сүйікті криптовалютасын бұрынғыдан бетер қорғаштайды деген сөз. Экожүйені дамытып, ұлғайту үшін биыл олар барын салатыны анық. Solana нарықта бірнеше жылдан бері бар болғанымен, мейнстримге қосылып, институттық инвесторлардың назарына түскені енді ғана. Қазіргі уақытта Solana нарықтық капитализация бойынша үздік бестіктің қатарында. Ал тиімділігіне қарасақ, биткоиннан қалыспайды. Бір жылда биткоин 143%-ға, Solana 140%-ға өскен. Ер арасында Solana Soft ETF алатын келесі криптовалюта болуы мүмкін деген сөз айтылып жүр. Егер шынында солай болса, онда Solana бағасы 2025 жылы еселеп өсіп кетуі мүмкін. Spot биткоин ETF-терінің мысалына қарасақ, инвестициялық ETF өнім шығаратын кезде оны криптовалютаға түсетін жаңа ақша легі мол болады. Одан қала берді Solana қазір барын салып жұмыс істеп жатқанына ұқсайды. Өйткені Эвериумге басты бәсекелес болып алды. Тіпті одан да алдыға жылжып басып озуы да ғажап емес. Себебі оның транзакциялары ұстайтын комиссиясы азырақ. Транзакцияларына өте жылдам өңдейді. Қазір Solana орталықсыздандырылған қаражат саласында қатты қарқын алып жатыр. Сатып алып жатқандарда артып келеді. Жалпы өнімділігін көрсететін Total Vol де көтеріліп жатыр. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар.
әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.